Баршаңызға қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен медовиктің ең оңай рецептімен бөлісетін боламын, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен темір ыдысымызға 2 жұмыртқаны саламыз. Келесі кезекте қант пен майымызды салып, үстіне 80 мг мед, яғни бал өлшеп қоямыз. Осы массаны әбден ерігенше плиткаға немесе баяу газға қойып араластырып ертіп аламыз. Әбден еріп болғаннан кейін үстіне бір ас қасық ас содасын салып, массамыз көпіргенше осылай араластырамыз. 10 секунд араластырмай қалған едім. Байқап тұрсаңыздар, менің массамда кішкене қара дақтар пайда болған, ол мед кішкене жабысып қалды түбіне. Сондықтан мені қателігімді жасамаңыздар. Міндетті түрде араластырып тұрыңыздар мед массаңызды. Массаны әбден суытамыз, суып болғаннан кейін ғана ұнымызды саламыз. Описание бөлімінде қажетті заттардың барлығының құрамын жазып кетемін. Массамызды 1/8 бөлікке бөлеміз. Және де 180 градус қызып тұрған пеште 1-2 минут өте тез піседі. Коржықтар 1-2 минут қана қызарғанша пісіріп аламыз. Менің тортының диаметрі 21 см. Дайын болған коржықтарымызға ыстық қайнатпалы кремді пайдаландым. Бұл кремнің рецепті менің YouTube каналымда бар, достар. Достар, біздің медовик тортымыз дайын болып қалды. Мен сияқты 2 медовик немесе үлкен биік 1 медовик торт шығу керек. Сіз осы рецептпен жасасаңыз, міндетті түрде сіздің тортыңыз шығады. Достар, егер рецепт ұнаса, мені қолдап кетулеріңізді сұраймын. Маған тіркеліп кетіңіздер, лайктарыңызды аямаңыздар. Көп рахмет менімен болғандарыңызға. Сау болыңыздар.